Ал оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының 2000-ға жоқ тұрғыны бар Қарақай ауылы соңғы 10 жылдан бері ішуге жарамсыз ащы суды тұтынып отырғандарын айтады. Сапасы күмәнді судан денсаулықтарына зиян келіп жатқанын айтып шағымданады. Тіпті кейбіріне бүйрегін ауыстыртуға тура келген. Сушно суын. Сорақшы бермейді. Өтініш. Суға чөчіп қойған ғой бізде. Чөчкүс ақшасын төлейміз ғой, чөчкүн. Мақтаарал ауданы Қарақай ауыл тұрғындары 10 жылдан бері таза суды сатып алып ішеді. Ауыл тұрғыны Тоқсулу Байболова көрші ауылға жиі келеді. Осы жерден ақшасына таза су сатып алып, арнайы жалдаған көлігімен үйіне тасымалдайды. Бұл оның үйреншікті әдетіне айналған. Ауылымызда су, захар су, ана суды ішемайсың. Ішпек түгіл кір жууға да жарамайды ол. Ірі-біріп кеткен судың бәрі нашар. Ертең қыста біз қалай тасимыз? Қыста майда балдар қалай тасиды bu жаққа келіп? Көлік те жоқ әкеледі bu жаққа. Мен пример өзім ешек арабам да жоқ, арабам да жоқ. Үйімде инвалид шалым бар. Басқа мен азамат балам жоқ. Тазалық мамандары ауылдағы судың аса тұздылығынан ондағы сүзгілердің мерзімінен бұрын істен шығып жатқанын растайды. Тіршілік нәрінің құрамындағы кейбір қоспалардың мөлшерден тым артықтығын, яғни ішуге жарамсыздығын анықтаған мамандар су мекемесіне санитарлық нұсқау бергенін ауқымды атқарылған шараға теңеп отыр. Ол деген өзінің предельно допустимый концентрациясынан жоғары болғаннан кейін жарамсыз болып есептеледі. Ол жөнінде біз өз тарапымыздан тиісті шаралар қолданып, осы аудан аумағындағы ауыз сумен қамтамасыз ету мекемесіне санитарлық нұсқау бергенбіз. Қазір су тазартқыш қондырғысы қойылса да су әлі тұзды, әрі бірер күнде қайта өз қалпына түседі дейді қарақайлықтар. Дұрыс зерттелместен халыққа қалайша бергеніне таңданады. Қайта орнатылған қондырғы да істен шыққан, ал мұнда су қоры жоқ деген арнайы мекеме басшылығы ауылға өзге жерден таза су тартқанда ғана мәселе шешімін табады деп отыр. Оның астында жерасты су, тұщы су болмауы да мүмкін. Ол әртүрлі болжамды айта береді халық. Ана жерден қаста кеткен, анау көшеден қаста кеткен, ауылдың ана шетінен, болмаса мына шетінен деп халық ес қауіп. Жалпы Мақтаарал ауданында дәл осындай ащы су ішіп отырған тағы 5-6 ауыл бар. Оларды тығырықтан шығару үшін судың сапасына қатысты жер асты барлау жұмыстарын тереңірек жүргізу керек дейді мамандар. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31 арна, Оңтүстік Қазақстан облысы.